Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен фунчоза жасаймыз. Бұл салатты барлықтарыңыз білесіздер. Сонда да мен өзімнің жасалу әдісімді бөліскім келді. Біз және балаларымыздың сүйіп жейтін салаттың бірі осы фунчоза. Ол үшін ең алдымен етті турап аламыз. Барлық керек заттарымызды турап аламыз. Осылай ұзыншалап тураймыз. Мен осылай 3 түсті болгар бұрышын қолдандым. Сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Енді жаңағы тураған етімізді азырақ уақытқа маринадқа қалдырамыз. Осылай жасасаңыздар, еттеріңіз тез піседі және жұмсақ болып пісетін болады. Маринадтау үшін бізге тұз, жүгері крахмалы, соя соусы, қара бұрыш, азырақ май және кішкене су қосасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай барлық затты турап дайындап алдық. Енді етті қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқанда біз фунчозамызды қайнаған ыстық суға 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Барлығын ретімен видеода көрсетілгендей салып қуырып аламыз. Болгар бұрышын салғаннан кейін көп қуырмаймыз. Жартылай піссе жеткілікті. Енді жаңағы фунчозамыз пісіп дайын болды. Осыны мұздай суға салып, судан сүзіп аламыз. Фунчозамызға тұз, кориандр, паприка саламыз. Және укроп, чеснок саламыз. Қуырып алған тұздығымызды саламыз. Жаңағы туралған қиярымызды саламыз. Барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Мен осылай жеуге ыңғайлы болу үшін ас бөлменің қайшысымен фунчозаны кесіп алдым. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып өтіңіздер.